Бүгін Мұса алейхиссалам жайлы қиссасының жалғасы сиыр оқиғасы. Біз бұның алдында айттық, Мұса алейхиссаламның қауымы андай қасарысып, Алланың әмірлерін орындамай Илия еліне жаса деген жорықтан бас тартты. Сөйтіп Алла Тағала оларды не істеді? 40 жыл жапан далаға жаза ретінде жапан далаға жіберді. Сөйтіп енді олар жапан түзде үй күйсіз жүрді 40 жыл. Ол жапан далада үй күйсіз қаңғырып жүрген. Бірақ Алла Тағала оларға не істеген? Мейіріммен 3 мезгіл тамақтандырып отырған, тіпті бөденелерді беріп қойған дедік. Бөденелерді ыстаған кезде бөденелер қашпайтын болған. Алланың мейірімі. Және оларға бір тастан су шығарып қойған 12 жерден. Әлгі тасты жерге қойса, кез келген жерге көтеріп жүретін болған, жерге қойса су шығатын болған. Сондықтан үй күйсіз жүргенмен Алла Тағала бұлардың ризығын, несібесін беріп қойған еді. Енді солар сөйтіп жүріпті. Сол 40 жыл сүргіндің ішінде де біраз оқиғалар бастарынан өткізген еді. Олардың бірі бір күні таңертең израильдіктер өздерінің арасындағы бір көсемнің өлтірілгендігі жайлы байқайды, біледі, хабар естиді. Сөйтіп барлығы жиналады. Бұның өліміне кінәлі адамды іздеп тапқысы келеді, таба алмайды бірақ. Сонан соң Мұса алейхиссаламға келеді. Мұсаға не деп айтады? Бізге ол жайлы біліп бер дейді. Сонда Мұса алейхиссалам, егер уахи келмесе мен біле алмаймын дейді. Түсінікті ғой? Олар Мұса алейхиссалам талап етеді, сен бізге біліп бер сол адамды дейді. Қауымы. Сонда Мұса алейхиссалам, маған уахи келмесе мен біле алмаймын дейді. Израильдіктер Мұсаға, мұнда Раббыңа дұға қыл дейді. Дұға қыл деп өтінеді. Сөйтіп ол Аллаға дұға қылады. Мұса алейхиссалам. Алла Тағаладан уахи келіп Мұсаға, қауымының Аллахтың әмірін жеткіз, қауымыңа Аллахтың әмірін жеткіз деп уахи келеді. Ол әмірінде қалай айтылған еді? Алла Тағала сендерге бір сиыр бауыздауды бұйырып жатыр деді дейді. Олар сөйтіп бізді келемеж қылмақсың ба деп айтты дейді. Қауымы. Бізді келемеж қылмақсың ба деді. Сонда Мұса, надандардан болудан Аллахтан пана сұраймын деді. Сол кезде, яғни бұл олай айтып жатқан надандардан болудан Алладан пана сұраймын дегені, яғни Алла маған уахи еткен нәрсені ғана айтам, одан басқаны айтудан Алла мені сақтасын деген. Түсінікті ғой? Сөйтіп Аллахтың әмірімен израильдіктер бұл жолда қиқарлығын көрсетті, қырсықтығын. Түсінікті ғой? Сөйтіп Мұсаға айтады, бізді әжуалап тұрсың ба дейді. Бір сиыр союды берді ғой. Сосын айтады, сен бізді әжуалап тұрсың ба? Раббың бізге қандай сиыр союды әмір етті? Түсінікті ғой? Қандай сиыр енді ол деп отыр. Соны сұра дейді. Деп кез келген бір сиырды негізі соя салса болатын еді. Түсінікті ғой? Алла Тағала не деді? Сиыр сой деді, болды. Кез келген бір сиыр соя салып орындаса болатын еді. Бірақ бұлар не істеп кетті? Аллахтың әмірін орындаудың орнына сен бізді әжуалап тұрсың ба деп бізге қандай сиыр екенін айтты. Оның түр түсін, сипатын сұрап, өздеріне үстіне машақат қылып алады, қиындатып алады. Сөйтіп, мұнан кейінгі оқиға айтады. Олар Раббыңа біз үшін дұға қыл, бізге оның не екенін білдірсін деді деп айтқан. Сол кезде Мұса алейхиссалам айтып отыр, Алла Тағала ол сиыр кәрі де емес, жас та емес, соның арасындағы деп айтты. Сол кезде ал енді бұйырғандарыңды орындаңдар деп қауымына айтады Мұса алейхиссалам. Сонда олар қауымына айтады, Раббың үшін, яғни Раббыңа біз үшін дұға қыл, бізге оның түсін білдірсін деді. Бірінші не істеді? Жасын сұрады, енді түсін сұрап отыр. Бізге түсін білдірсін дейді. Сол кезде Мұса алейхиссалам Алла Тағаланың ол сап-сары сиыр оның өңі көрушілерді сүйіндіретін болсын деп айтқанын жеткізді қауымына. Сөйтіп олар тағы да сен Раббыңа дұға қыл, Раббың бізге ол не, оның не нәрсе екендігін білдірсін деді. Түсінікті ғой? Сап-сары, жаңа бір сүйсінетіндей болсын деді ғой. Сен Раббыңа біз үшін дұға қыл, оны бізге білдірсін деп айтты. Өйткені бізге сиырлардың барлығы бір-біріне ұқсас секілді деп айтты. Сөйтіп әрине Алла қаласа тура жолда боламыз десті дейді олар. Түсінікті ғой? Сол Мұса алейхиссалам айтады, ол жер жыртуға және егін суаруға жегілмеген сиыр болсын деп айтты. Дені сау болсын, бойында еш теңбілі жоқ сиыр болсын деп. Сонда да бұлар орындамауға жақын қалған еді. Себебі олар өздерінің осылай сұрап алған сиырын іздеп кетеді. Іздеп жүріп, әлгі сипатталған сиырын табады негізі бір кісіден. Сөйтіп алып, ол кісі сиырын сатудан бас тартады. Түсінікті? Сат десе сатпаймыз дейді. Соңында бұлар саудаласып келіп, сол сиырдың салмағындай алтын береміз дейді саған. Түсінікті?
сиырдың салмағындай алтын береміз дегеннен кейін барып әлгі сиырдың иесі сатуға келіседі. Ойлап қара, салмағы қанша ол, қанша алтын өзі де. Сондай алтын беріп әлгі сиырды алады. Түсінікті да? Өзіне қажет болмаған нәрсені сұрап не істеп алды, өздеріне қиындатып алды. Негізі бір сиырды алып сойып салып болатын. Бұл мақсат не еді? Әлгі өздерінің көсемдерін өлтірген адамды білу еді. Сөйтіп олар сол сиырдың салмағындай алтынға сатып алады. Сөйтіп оны бауыздайды. Сөйтіп Мұса адамдарға сиырды сойып, жіліктеп, оның бөліктерімен әлгі өлікті қағуға бұйырады. Әлгі сиырдың бөлігін алып, өлікті қағуға бұйырады. Сөйтіп Алла Тағала айтқандай, сол уақытта біреуді өлтірдіңдер де сол жөнінде талассыңдар дейді. Әлгі өздерінің қожайыны ол біреу. Алла жасырғандарыңды ортаға шығарады. Сөйтіп өлікті соның мүшесімен қағыңдар дедік деп айтқан. Алла Тағала осылайша өлікті тірілтіп, сендерге белгілерін көрсетті, бәлкім ойланарсыңдар деп айтқан Алла Тағала. Сөйтіп олар сиырдың мүшелерімен әлгі адамды ұрған кезде әлгі адам жан бітті дейді, сол кезде. Тірілді дейді, түсіндіңіздер ма? Мұғжиза. Ойлап қара, сен өлген адам көз алдыңда. Әлгі сиырдың бөліктерімен ұрған кезде әлгі адам тіріліп, өзін өлтірген адамды көрсетті де қайтадан өлі қалпына түсті дейді. Түсінікті да? Қайтадан жан тапсырды. Түсініп отырсыз ғой? Қайтадан өлі қалпына. Бір белгіленіп, бір мерзімге дейін Алла Тағала оны тірілтті. Бірақ себеп жасатты оларға, түсіндіңіздер ма? Осындай сиырды сою керексің, сосын бөлігімен ұру керексің деген нәрсе. Сөйтіп олар білді кім екенін. Бірақ енді бұндай мұғжизаны көре тұра, олардың жүректері жіби ма десе, жоқ. Олардың жүректері одан әрі ешқандай бір әсер болмады дейді. Яғни жібімеді. Сол жібімегендіктері жайлы Алла Тағала айтқандай, содан кейін де жүректерін қатайып тастай дейді. Немесе тағы да қаттырақ болды дейді олардың жүректері. Түсінікті да? Тастай, немесе одан да қаттырақ болды деп отыр. Өйткені тастар жарылып, одан өзендер ағады дейді. Әрі кей тастар қақ жарылып, одан су шығады дейді. Ал кей тастар Аллахтан қорқып құлайды дейді. Ал істегендерінен хабарсыз емес. Кім? Алла. Түсінікті да? Алла істегендерінен хабарсыз емес дейді. Олардың жүректері одан да қатты болып кетті деп отыр. Дастанда. Сөйтіп Мұса алейхиссалам Исраилдіктер жапан далада жүрген кезде, бұл жаңа айтып отқанымыз сиыр оқиға, сол жапан далада жүрген кездегі оқиға, түсінікті ғой? Сол жапан далада жүрген кезде, кезіп жүрген уақыт аралығында Мұса алейхиссалам мен Қыдырдың арасындағы бір оқиға болған. Енді Қыдыр не екенін білеміз қазір. Бұл оқиға енді Құран кәрімнің Кахф сүресінің 60 аятынан бастап 82 аятына дейін баяндалған дейді. Енді Убай ибн Қайғып айтады, Алла оған разы болсын, пайғамбардың саллаллаху алейхи вассалам, Мұса пайғамбар Исраил ұрпақтарына уағыз айтып тұрғанда дейді, одан, яғни Мұса алейхиссаламнан сұраған дейді, адамдардың ең білімдісі кім деп сұраған. Сол кезде Мұса алейхиссалам не деп айтқан? Ең білімдісі менмін деп берген. Түсіндіңіздер ме? Ең білімдісі менмін деп жауап берген. Алла біледі деудің орнына. Түсінікті ғой? Алла біледі деп айтпаған үшін Алла оны айыптап былай деп айтқан. Оған Алла Тағала арасында екі теңіздің қосылған жерінде тұратын пенделерінің бірі сенен де білімдірек деп уақи етті дейді. Сол кезде Мұса алейхиссалам, уа Раббым, оны қалай табамын деп сұрады. Сонда оған себетке балық салып ал, ал балықты қай жерде жоғалтсаң сол жерде деп, сол жерден табасың деген жауап қайтарды. Ал бұл хадисті Бұхари жеткізген. Сонымен Мұса алейхиссалам жолға шығады. Енді жолға өзіне қызметші қылып Юша ибн кімді алады? Нунды қасына ертіп алады. Енді бұл Юша ибн Нун Харун мен Мұса дүниеден өткеннен кейін Исраилдіктерге басшы болып қалады, пайғамбарлық жалғастырады. Түсінікті ғой? Юша ибн Нун кейін Харун мен Мұса алейхиссалам дүниеден өткеннен кейін осы Исраилдіктерге жауапты болып қалған дейді. Исраил қауым басқарған. Соны ертіп алып жолға шығады. Енді олар өздерімен жолға шыққанда балықты айтып отыр ғой. Алып шыққан балығы қуырылған балық еді. Түсіндіңіздер ме? Қуырылған балық, өлі балық қой. Өліп әбден қуырылды. Сол қуырылған балықты алып шығады. Жаңа кімді? Юша ибн Нун мен Мұса алейхиссалам екеуі жолға шыққан еді. Сөйтіп жолға шыққанда сол уақытта дейді, Мұса қызметкеріне екі теңізді қосылған жеріне жеткенге дейін тоқтамаймын, немесе жаяу жүріспен жылдар өткіземін деп айтқан. Яғни жылдар өтсе де мен сол жаяу жүріспен жүремін, тоқтамаймын, соны табам деген мақсат. Түсінікті ғой? Сөйтіп екеуі екі теңіздің құйғанына жеткен кезде дейді, балықты ұмытты дейді.
түсінікті да, әлгі балықты. Себебі алла тағала не деді, оны қайдан табасың дегенде, себетке балық салып ал, сол балықты қай жерде жоғалтсаң сол жерде деп айтты. сөйтіп олар сол жерге жеткен кезде балықты ұмытты дейді. сонда балық ыршып түсіп теңізден жол тапты дейді, яғни теңізге түсіп ары қарай жүзіп кетті дейді. түсіндіңіздер ме? енді ол балық жаңа айтқандай қуырылған балық еді. түсіндіңіздер ме? Қуырылған балық. енді ал екі теңіздің құйған жері дегеніміз Қызыл теңіздің қос қапталы болатын дейді. Аталмыш мекенге жеткенде Мұса ұйқыға кетеді. сол кезде Юша ибн Нун ояу болады неге сол халде. Ояу халінде әлгі себеттегі балықтың себеттен секіріп шығып теңізге түсіп жүзіп кеткендігін көреді. Таңданып, түсінікті ма? Ол кезде Мұса алейхиссалам ұйықтап отырады. Бұл ояу отырып, соны таңданып қарап отырады. Ойлап қара, сен қуырылған балық тіріліп себеттен шығып теңізге түсіп жүзіп кетті. Соны көріп, кейін бұл Мұса алейхиссалам тұрғаннан кейін бұны айтам дейді да, бірақ ұмытып кетеді. түсіндіңіздер ме? сөйтіп Мұса алейхиссалам оянғаннан кейін ана болған жайтты айтуды ұмытып кетеді де, ары қарай сапарларын жалғастырады. сөйтіп екеу ілгерілеп бара жатқан кезде дейді, барған кезде Мұса қызметкеріне азығымызды әкелші деп айтты дейді. Азығы не еді? Әлгі қуырылған балық. түсіндіңіздер да? Азығымызды әкелші деп айтты. Кімге? Юша ибн Нунға айтып отыр. Сол кезде расында бұл сапарымыздан шаршадық деді дейді. Юшақ сол кезде көрдің бе? Таста демалғанда балықты ұмытқан едім. Ұмытқан екен, маған оны айтуды шайтан ұмыттырды дейді. Ол негізі көрді ғой қалай болған. Кейін қалай болғандығы жайлы, таңғажайып нәрсе көргендігі жайлы Мұса алейхиссалам айтып береді. Осылай теңізге себеттен секіріп теңізге жүзіп кетті деп айтады. Сол кезде міне Мұса алейхиссалам іздегеніміз осы деп бара жатқан жолдан қайта жаңағы жерге ілгері қайтады. түсінікті болды арттарына. Себебі жаңа айтқандай балық салып ал, балықты қай жерде жоғалтқан сол жерде деді ғой. Сол жерде жоғалтқан еді балық. сөйтіп сол жерге қайтады. Ол жаңа Қызыл теңіздің қос қапталы деп айттық. түсінікті да? сөйтіп сонда екеуі өз тарапымыздан мейірімімізге бөлеп, өз қасымыздан білім берген әлгі пендемізді тапты деп жатыр. сөйтіп олар табады сол жерден. Екеуі осылай артқа қайтқаннан кейін Қыдырды Мұса алейхиссалам мен Юша ибн Нун табады. сөйтіп ғұламалардың көпшілігі бұл кісіні айтады, пайғамбар болған дейді негізі. Қыдырды. түсінікті да? Қыдыр алейхиссалам дейді, пайғамбар болған дейді. Мұса оған саған үйретілген даналықты маған да үйрет деп айтады Қыдырға. Мұса алейхиссалам үйретуің үшін саған ерейін бе деп айтты дейді. Сол кезде ол расында сен менімен бірге жүруге шыдай алмайсың дейді. Кім айтып отыр? Қыдыр алейхиссалам айтып отыр Мұсаға. түсінікті да? Расында сен менімен бірге жүруге шыдай алмайсың деп отыр. Ішкі сырын толық білмейтін нәрсеге қалай сабыр ете аласың деп айтты дейді Мұса алейхиссаламға. Сол кезде Мұса алейхиссалам Алла қаласа мені сабырлы табасың деді. Мені иншалла сабырлы табасың, сондай ақ саған ешбір істе қарсы келмеймін деп айтты дейді. Сонда Қыдыр, ал онда маған ілессең, өзім айтпайынша менен еш нәрсе сұрама деді. түсінікті ма? Маған ілесетін болсаң, мен өзім саған айтпайынша сен менен еш нәрсе сұрама дейді. сөйтіп келіседі. Осыған келісіп Мұса алейхиссалам Юша ибн Нунды еліне жібереді. осы жерден. түсінікті ғой, сапарға шықпай тұрын әлі Қыдырмен. еліне жібереді. сөйтіп екеуі Қыдыр алейхиссалам, Мұса алейхиссалам жолға шығады. сөйтіп екеуі жолға шықты да кемеге түсіп, Қыдыр оны тесіп тастады дейді. Бір кемеге мінді да кемені тесіп тастады дейді. ішіне су кірген кеме батуға айналды дейді. Адамдар оны не істеді? Балықшылар ішіне кірген суды бүйтіп сыртқа қарай әрекет жасады. сол кезде Мұса алейхиссалам таңырқап, кемедегілерді суға батыру үшін тестің бе деп сұрады дейді. Әлі тесті ғой кемені Қыдыр. Мұса алейхиссалам көріп тұр. Кемедегілерді суға батыру үшін кемені тестің бе деп сұрады дейді. сол кезде шынында сен айыпты іс жасадың деп жатыр. Кімге? Қыдырға. түсінікті да? Қыдыр алейхиссалам. сол кезде Қыдыр айтты дейді. саған менімен бірге еш сабыр ете алмайсың демедім бе дейді. басында айтты ғой. Мен сұрамайынша сен менен сұрама деді. Мен айтпайынша сен менен сұрама деді. сөйтіп сен менімен бірге еш сабыр ете алмайсың демедім бе дейді. сонда Мұса Қыдырға берген уәдесі есіне түсіп былай деп айтты дейді. ұмытқанымды айыпқа бұйырма. ұмытып кетті ғой. ұмытқанымды айыпқа бұйырма және маған ісімде қиындық жүктеме деді деп айтты. Мұнан кейін олар бір жағажайға түсіп, біраз жүргеннен кейін әлгі Қыдыр ойнап жүрген балаларды көріп, ішінен біреуін ұстап алып, жапқызып бауыздап тастады дейді. түсіндіңдер ме? өлтіріп тастады. Кішкентай балалар ойнап жүрген. Енді Мұса алейхиссалам бұны көріп шыдай алмай,
былай деп айтты дейді. Ешкімді өлтірмеген бейкүнә жанды өлтірдің бе деп айтты. Шынында сен теріс іс жасадың деп Қыдырды сөгіп. Сол кезде Қыдыр тағы да сен менімен бірге жүруге әсте шыдай алмайсың демедім бе деп тағы да айтады. Сонда Мұса, егер осыдан кейін де сенен әлденені сұрайтын болсам, онда мені өзіңмен бірге ертпе деп айтты. Шынында мен сенің тарабыңнан ақталудың шегіне жеттім. Түсінікті ғой? Ақталудың шегіне жеттім деп жатыр. Бұдан кейін тағы бір нәрсе сұрасам, мені өзіңмен бірге ертпе деді. Деп соңғы уәдесін берді дейді Мұса алейхиссалам Қыдырға. Сосын шаршап шалдығып бір ауылға барады, қарындары ашып. Сөйтіп әлгі ауылдағылар бұларды үйлеріне кіргізбей қонақ қылмайды. Түсінікті ғой? Үйлеріне кіргізбей қояды, қонақ қылмайды. Сөйтіп екеуі үйлеріне түсуге сұранса да қабылданбайды олар. Қабылданбайды екеуін. Мұса алейхиссалам мен кімді қабылдамайды. Сонда олар ауыл сыртына шығады екеуі. Сөйтіп ауыл сыртына шықса, бір дуалды көреді. Бір дуалы құлайын деп тұрған. Түсінікті ғой? Сөйтіп әлгі Қыдыр ол дуалды қайтадан қалпына келтіреді. Мұса алейхиссалам қонақ күтуге жарамаған ауыл адамдарының құлайын деп тұрған дуалдың еш ақысы жөндеп беруінде бір жөн санамайды, таңырқайды. Түсінікті ғой? Бірде-бір осы ауылдың адамдары сені қонақ қылудан бас тартты. Ал сен болса бір құлайын деп тұрған ауылдың шетіндегі дуалды қайтадан қалпына келтірдің дейді. Сол кезде Алла тағала сонда екеуі тағы жүріп бір ауыл халқына барып тұрғындарынан тамақ сұрады дейді. Жаңа ауылда айтып отыр Алла тағала. Олар екеуін қонақ қылудан бас тартты дейді. Мұса мен Қыдырды. Сонда екеуі ол жердегі жығылғалы тұрған дуалды көріп, Қыдыр оны жөндеді дейді. Мұса алейхиссалам сол кезде, егер қаласаң, бұған ақы алар едің, әлгі дуалды тұрғызғаның үшін. Сол кезде Қыдыр айтты дейді. Осы сөзді айта сала, міне осымен менімен сен екеуміздің арамыздың айырылуы деп айтты. Осымен сені мен менің екеуміздің арамыздың айырылуы деп. Себебі не деп айтты ол? Мен сұрамайынша, маған ілесетін болсаң, мен айтпайынша сен менен еш нәрсе сұрама дедім. Мұса алейхиссалам 3 рет соңғысы деп уәде берді, үшіншісінде де не деп қойды? Сұрақ қойды. Түсінікті ғой? Сол кезде айтып отыр, осы менімен сен екеуміздің арамыздың айырылуы дейді. Ал енді саған сабыр ете алмаған нәрселердің сырын айтайын деп айтты. Әлгі нәрселердің сырын. Сөйтіп әлгі кемені теңізден өтейін деп жатқан. Тиіскендігінің себебін айтады. Біздің артымызда бір патша келе жатыр еді. Ал әлгі кемені жасайтын бір соны кәсіп болып отқан бір бейшара еді. Түсінікті ғой? Әлгі кемені. Артымызда бір патша келе жатыр еді. Көрген кеменің, жарамды кеменің барлығын жинап жүреді дейді. Тартып алып жатыр еді. Түсінікті ғой? Сондықтан тесік. Ибн Аббас Алла әкесі екеуіне разы болсын тәпсірлеуінше былай деп айтқан. Барлық сол Қыдыр алейхиссаламның артында келе жатқан, жолында кездескен барлық кемелерді тартып алып кете жатқан дейді. Сондықтан тесіп кеткен дейді. Ал енді әлгі ойнап жүрген балалардың біреуін ұстап алып жатқызып бауыздап тастады ғой Қыдыр. Соның себебін айтып жатыр. Енді олай не үшін істеді десе, Алла тағала бұл баланың ер жеткен кезде залым болатындығын білді. Әлгі баланың ата-анасы бір тақуалы кісі болған екен, әке-шешесі. Ал әлгі ойнап жүрген бала өскеннен кейін залым болады дейді. Залым болып әлгі әке-шешесіне күн бермейтін бала болғандықтан бауыздап тастады дейді. Түсіндіңіздер ме? Түсінікті болады ма? Қыдырдың бауыздап тастағаны. Сөйтіп, енді ана дуалды не үшін тұрғызды десе, әлгі дуалдың кезінде дейді, бір тақуалы кісі дейді. Әлгі тақуалы қайтыс болған. Әлгі тақуалы кісінің артында қалған 2 баласы бар еді. Әлгі сол дуалдың астында сол марқұм, ол жақсы кісі деді ғой марқұм. Сол жақсы кісі 2 баласына тиесілі қазына жасырып кеткен еді дуалдың астына. Әлгі дуал құлап қалса, оны ертелеу тауып алады да, не істейді? Әлі олар бала не нәрсеге жұмсау керек екенін, қалай жұмсау керек екенін білмейді. Сондықтан оны қайтадан қалпына тұрғызып қойдым дейді. Ертең уақыт өте келе оны тауып алады дейді. Түсіндіңіздер ме? Сыры осы дейді. Қыдыр алейхиссалам. Сондықтан осы жерден де түсінетін нәрсе мынандай нәрсе ғой. Біз көрген нәрсенің бәрі біз көргендей емес. Түсіндіңіздер ме? Қолмен ұстағанның біз айтамыз ғой, жаңағы қолмен ұстап көзбен көрдің бе дейміз ғой. Қолмен ұстап көзбен көрдің бе десең де. Дәл сұраймыз, тіпті қолмен ұстап көзбен көргеннің өзінде де сен ойлағандай болмауы мүмкін. Түсіндіңіздер ме? Енді Мұса алейхиссалам көріп тұр ғой. Кішкентай баланы бауыздап тастады, ойлап қара сен. Ойнап жүрген. Қыдыр сұрап жатыр.
бұл қалай, не істедің сен адасушыдан болдың деп отыр. Кейін сыр не екен бұның? Оны Алла тағала білдірткендей, әлгі залым бала болады екен, әке шешесіне күн бермейді екен әлгі тақуа. Кейін Алла тағала оның орнына бір салиқалы ұрпақ береді. Түсіндіңіздер ме? Кеменді не үшін тескендігі жайлы айтып отыр, дуалды не үшін тұрғызғандығы жайлы айтып отыр. Сол секілді біздің көрген нәрселеріміз бізге көргендей бола беру шарт емес екен. Түсінікті да? Естіген нәрсенің бәрі сен естігендей болмауы мүмкін. Мысалы мен отырып алып ғибадат, мынандай ғибадат, анандай десем, мен айтты екен деп сондай болып қалу шарт емес екен. Түсінікті да? Енді Мұса алейхиссаламның қауымдағы Харунның, бұл Харун бар, бұл Қарун. Түсінікті да? Бұл ана өзінің бауыры емес. Бұл немере ағасы болып саналады. Бұл Қарунның оқиғасы. Мұсаның немере ағасы болып келеді бұл енді. Бұл бай кісі болған өте, Қарун. Мұса алейхиссалам Имран ибн Кахистің ұлы болса, ал Қарун Есхаб ибн Кахистің ұлы дейді. Немере ағасы. Түсінікті да? Қарун Мұса алейхиссаламның ұстаған дініне сенбеді дейді. Кімнен болды? Кәпірлерден болды. Сол Алла тағала айтқандай, расында Мұсаны аят белгілерімізбен әрі анық дәлелмен Фирғауынға, Хаманға және Қарунға жібердік дейді. Сонда олар Мұсаны жалған пас сиқыршы деді деп айтқан. Бұл Ғафыр сүресінің 23-24 аяттарының мағынасы. Сөйтіп, Қарун және Фирғауын және Хаманды да жоқ еттік деген Алла тағала. Арасында олар Мұса өздеріне анық мұғжизалар келтіргенде жер жүзінде даңдайынсынған еді. Мұғжиза оларға келтіріп тұрса да, олар даңдайынсынған. Түсінікті да? Өте көп байлыққа ие болған Қарун. Түсінікті ма? Енді шіріген бай, қазіргі байлардың өзі ондай емес. Мүлде бай болған, мол кәдімгі байлыққа. Енді Қарун сол байлыққа масаттанып, әлгі байлықтың адамдардың айтқан ақыл кеңестеріне жүгінбей, айтса да құлақ салмай, аз самсылық жасап, неменсінді дейді Қарун. Енді байлық бар, оның бәріне өзім жеттім, өзім қойдым деп. Түсінікті да? Бұл жайлы айтқандай, рас, Қарун Мұсаның елінде еді дейді. Оларға қарсы келді дейді. Оған кілттерінің күшті бір топ көтеріп жүретін еді. Олардың кілттерінің, қазыналарының кілттерін күшті бір топ көтеріп жүретін еді. Бір сондай күшті денелі ауыр нәрселерді көтере алатын адамдар бар ғой. Сондай кісілер көтеріп жүретін еді. Сонда оған жұрты дейді, елер ме, расында Алла елергендерді ұнатпайды деп айтатын еді. Алла бұзақыларды ұнатпайды деді дейді. Ал Қарун болса, шын мәнінде бұл маған өзіме берілген нәрсе деп айтты. Түсіндіңіз ме? Әлгі байлық мен өзім жеттім бұған, менің өзімнің ақылымнан деген секілді нәрсе. Түсінікті да? Сондай бір даңдайсынған. Өзім өндім, өзім қойдым деген нәрсе ғой. Яғни ол қолындағы бұл байлықты сынақ деп есептемеді дейді. Сынақ деп есептемеді. Бір күні Алла тағала оны әлгі бүкіл байлығымен бірге, тіпті анау Қарун бір күні сәнденіп парад сияқты шығады. Түсінікті ме? Бүкіл байлығымен. Ана көрген кезде халықтар айтады екен, шіркін-ай, осындай бір байлығымыз болса екен деп. Түсіндіңіздер ме? Осындай қашан болады? Армандаған ғой мынандай байлық. Бір масаттанып шыққан дейді. Сол кезде Алла тағала айтқандай, сонда оны да үйінде жерге жұтқыздық деген. Бүкіл қазынасымен жер жұтқан. Түсіндіңіздер ме? Өзі де бүкіл қазынасында жер жұтқан. Бұны көрген халық, сірә Алла құлдарынан кімді қаласа, соның несібесін кеңейтіп тарылтады екен деп айтты. Түсіндіңіздер ме? Өзі халық, егер Алла бізге қамқорлық қылмаса, әрине бізді де жерге жұтқызар еді деген әлгі халық. Кейін сөз өзгерген бұдан кейін. Әлгі қауымы 40 жыл сүргінде жүрді ғой. Кейін далада қаңғырып жүрген кезде өзінің бауыры Харун дүние салады. Түсінікті да? Мұса алейхиссалам бұрын Харун. Мына Қарун емес, түсінікті да? Харун. Харун дүниеден өмірден өтті дейді. Сосын Мұса алейхиссалам жарық дүниемен қош айтысты дейді. Енді мынандай нәрсе, біз негізі бүкіл пайғамбарлар жан тапсыратын кезде оның рұқсатымен алынатын болған жан. Түсіндіңіздер ме? Пайғамбарлардың жаны оның рұқсатымен беріледі. Түсіндіңіздер ме? Біз секілді емес. Сенен рұқсат сұрамайды келді. Ал пайғамбарлардан сұрайды. Түсіндіңіздер ме? Оның өз еріктерімен, яғни рұқсат болғанда өз еріктерімен алатын болған. Сөйтіп оған өлім періштесі келеді. Сол кезде солай көрініп келетін болған өлім періштесі. Мұса алейхиссаламға өлім періштесі келеді.
Сөйтіп Мұса алейхисалам оны ұрып бір көзін шығарып жібереді, өлім періштесін. Мұса алейхисалам қуатты болған дедік қой. Сөйтіп бір көзін шығарып, содан соң періште Аллаға қайтып келіп былай деп айтқан: мені өлімді қаламайтын пендеге жіберіпсің деп айтты. Өлімді қаламайтын пендеге жіберіпсің. Сол кезде Алла тағала оған Мұсаға қайтып барып, қолын өгіздің арқасына қойсын деп айтты. Өгіздің арқасына қойсын, сол қолының астында қанша қыл болса, сонша өмір сүрсін деп айтты. Періште келіп осылай айтады. Өлім періштесі келіп Мұсаға осыны айтқанда, Мұса алейхисалам айтады: Аллаға дұға қылып, уа Раббым, сонан соң не болады деп айтты. Айтты, осы өгіздің арқасына қой, қолының астында қанша қылшық болса, сонша өмір сүресің. Сол кезде дұға етіп, сонан соң не болады деп сұрады дейді. Алла тағала сонан соң өлім деді деп айтты. Сонда Мұса алейхисалам онда қазір деп өлімді таңдады дейді. Сөйтіп өлім періштесі оның жанын алды дейді. Сөйтіп Мұса алейхисалам жан тапсырған дейді Аллах тағала. Құдыстағы тас лақтырым жерге жерленуін сұрады дейді. Абу Хурайра радиаллаху анху, Алла елшісінен саллаллаху алейхи вассалам жеткізген хадис айтады, пайғамбарымыз айтып отыр. Егер ол жерде Байтул Мақдисте болсам дейді пайғамбарымыз, сендерге жол жиегіндегі қызыл құм шоғырынан Мұсаның қабірін көрсетер едім деп айтқан. Түсіндіңіздер ғой да? Мұса алейхисалам қабірінің қай жерде жатқандығы жайлы. Мұсаның қабірін көрсетер едім деген.